Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды елімізде алғыс айту күні деп жариялап, номер 173-ші жарлыққа қол қойған болатын. Алғыс айту күнін мерекелеудің жаңа дәстүрі мәңгілік ел бірлігін ортақ тарих және тарихи сана негізінде нығайту мен дамытудың мән-мазмұнындегі қазақстандық құндылықтарды бейнелейді. Алғыс айту күні бұл ең алдымен тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнауына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыр салықты қайыспай бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің адамгершілік пен қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды. Елбасы алғыс айту күнін 1 наурызға белгіледі және қазақтар бір-бірін туғанындай қабылдады. Елбасымыз өз басқа ұлт өкілдеріне бізге Қазақстанға рахмет айтуды әділетті деп санады. Бұл күн бізді бұрынғыдан да гөрі жақындастыра түспек. Бұл күн мейірімділіктің, барлық қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын мерекесі бола алар еді деген болатын. Бұл күн тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын қолдау күні болады. Алғыс айту күні қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақ және көмек көрсетуді қолдау күні. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени сан-алуандығымыздың жарқын күні. Себебі елбасы 100-ден аса этностың әрқайсысы өзінің қайталанбас өрнегін салуының нәтижесінде біздің біртұтас ұлтымыз бірегей артықшылықтар иесіне айналғанын атап өткен еді. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған. Мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясының қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы. Еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан Халқы Ассамблеясының күні.